Мен Саламат қызы Асылтай Шетпе гимназиясының коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 5-ші сынып оқушысы. Алтын қазына көркем және сәндік қолданбалы өнер бойынша көркем байқауынан қағаздан бұйымдар жасау номинациясы бойынша аппликация түрлерін дайындадым. Аппликацияға қалған күнделікті өмірде қолданып жүрген, енді кәдеге жарамайтын өнімдерді қолдануды мақсат еттім. Сол уақытта менің мақсатыма сәйкес күнделікті өмірде оқып жүрген газетіміз, құлақ тазалайтын және де конфеттің қағаздары, яғни қалдық заттарды кәдеге жарату болды. Мен ең бірінші бұл аппликацияны жасау үшін қыз бейнесін дайындап алдым. Күнделікті тұрмыста қолданылатын құлақ тазалағыш таяқшаларды пайдаландым. Бірінші мен қыз бейнесіне таяқшаларды рет-ретімен клей арқылы жабыстырдым. Мен таяқшаларды өз деңгейінен асырмай жабыстырдым. Аппликациямның жан-жағын таяқшалардың қалдықтарымен әсемдеп безендірдім. Таяқшалардың екі жағын қиып алып, аппликациямның жан-жағын безендірдім. Екінші аппликациямды жасау үшін маған конфет қабықтары керек болды. Және де мен конфеттердің қабықтарын белгілі бір пішінде қиып алып, қыз бейнесіне жабыстырдым. Және де жан-жағын әрлеп әсемдедім. Келесі аппликациям күнделікті тұрмыста қолданылып жүрген қағаздан жасадым. Мен ең бірінші қағаздарды төртбұрыштап қиып алдым. Және қиылған бөлшектерді орап дайындап алдым. Және де дайындалған қағаздарды қыз бейнесіне клей арқылы жабыстырдым. Белгілі бір пішінде жан-жағын әрлеп безендірдім. Менің жұмысымды тамашалағандарыңызға рахмет.